Ұлттық құрылтайда нендей шешім қабылдайды? Егер халықты жинамаса, халықтың мұңын тыңдамаса, халықтың ұсынысын елемейтін болса, онда қандай жалпы ұлттық құрылтай? Ол жалпы ұлттық құрылтай емес, халықты алдап, тағы да бастан сипап қою. Бұл пікірді белгілі саясаткер, қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбай білдірді. Көптеген азаматтардың пікірін елейміз, нақты қазақ ұлтының болашағын ойлаймыз деп, Тоқаев мырза ұлттық құрылтайды өткізу туралы алдына мақсат қоятын болса, онда оны Астанада өткізуі керек еді. Нұрсұлтан деп айтуға аузым бармайды, бірде-бір рет айтып көрген жоқпын. Астана қазақтың астанасы емес пе? Жүгіріп барып Ұлытауда өткізіп несі бар? Ал енді Ұлытауда хандарды ұлықтағысы келсе, басқа уақытта жеке барып ұлықтауына болады, дейді саясаткер. Балташ Тұрсынбайдың айтуынша, Тоқаев ұлттық құрылтайға алдын ала арнайы дайындықпен келіп, халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, елдік мәселеге бей-жай қарамайтын еліміздің кез келген азаматының ұлттық құрылтайға қатысуына жол ашуы керек еді. Астанада халықтың салығынан жиналған ақшаға салынған зәулім сарайлардың жеткіліктілігін біз білеміз. Сол ғимараттарға 2000-3000 адам сыяды. Есік барлығына ашық болуы керек, ертерек жариялау керек. Тоқаев мырза халықтың пікірін ескеруі керек. Президенттің жанында жүрген анау шенеуніктердің бәрі халықтың мұңын тыңдауы керек. Ұсыныстарының барлығын қабылдауы керек. Содан кейін 10 күн өте ме, 15 күн өте ме халыққа қабылданған шешімді жариялануы керек. Мінекей біз жалпы ұлттық құрылтайды өткіздік. Енді жалпы ұлттық құрылтайды өткізгеннен кейін халықтың ұсынысына байланысты осындай шешім қабылдануы керек дейді. Әйтпесе Ұлытауға тығылып барып жалпы ұлттық құрылтай деп атаудың не керегі бар, дейді қоғам қайраткері. Саясаткердің сараптауынша 16 күні өтетін ұлттық құрылтайға халықтың орнына кілең министрлер, депутаттар, әкімдер, тағы да басқа мемлекетке жақын адамдарды жинағаннан ешқандай нәтиже шықпайды. Енді жинайтындарды бір әлгі туфли жалағы жағымпаз адамдар шығар. Соларды жинап алады да бір-екі-үшеуін сөйлетеді. Кім қатысады онда? Министрлер, депутаттар. Содан кейін қатысатындар анау әкімдер. Ондай жиналысты күнде өткізіп жүрген жоқ па? Ал енді ол үшін Ұлытауға шатыр тігіп, ақша шығарып, оны желге шашып ұйымдастыратын немене ұлттық құрылтай ол. Сондықтан бұның барлығы ескіден қалған. Ұлттық құрылтай деп өтірік айтып, халықты тонап, қаңғыртып кеткен ұры Назарбаевтың салып кеткен жолын жалғастырып жатыр. Неге десең, Ұлытауда зәулім сарай жоқ, Ұлытауда бір сондай асып кеткен үңгірлер жоқ. Қазір-ақ шатыр тігіп шешім қабылдайды. Ұлттық құрылтайда нендей шешім қабылдайды, деді. Егер халықты жинамаса, халықтың мұңын тыңдамаса, халықтың ұсынысын елемейтін болса, онда қандай жалпы ұлттық құрылтай? Ол жалпы ұлттық құрылтай емес, халықты алдап, тағы да бастан сипап қою, деді Балташ Тұрсынбай.